Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 8-ші сынып 2/114 есепті шығарамыз. Бұл жерде теңдеуді шешу қажет. Бұл жерде есептің жауабы жоқ. Неге? Себебі модульдің ішінен әрқашан оң сан шығар, ал оң сан бізде теріс санға тең болмайды. Екінші есепті шығарамыз. Екінші есеп бізде екінші есепте тура сол неде екен? X квадрат минус 3x тең минус 2. Бұл да сол жауабы жоқ, себебі мына ішінен оң сан шықса, ол теріс санға тең болуы мүмкін емес. Үшінші есеп x квадрат минус 3x тең 0 дейді. Енді бізде бұны оң және теріс қылып ашамыз. Бірінші оңға ашқанда x квадрат минус 3x тең 0 болады. Енді алдына теріс қойып минус x квадрат плюс 3x тең 0 деп өз модульдің өзін шығарсақ, бізде 4 жауап шығу керек. Сондықтан бір оң, бір теріс жауапты аламыз. Мына жерден бізде x жақшаны сыртына шығарсақ, x минус 3 болады, тең 0 болады. Мына жерден x жақшаны сыртына шығарсақ, 3 минус x тең 0. Мынаның жауаптары x1 тең 0 болады, x2 тең 3 болады. Мына жерде де тура солай, x1 0-ге тең болады, x2-міз тағы да 3-ге тең болады. Демек, екі жауап өзара тең. Бұлай болатын болса, ең соңғы жауап бізде x1-міз 0-ге тең, x2-міз 3-ге тең деп ала береді екенбіз. Бұл бізде үшінші есептің жауабы. Енді төртінші есепті шығарамыз. Енді мынаны оңға ашамыз бірінші. Енді теріс қылып ашамыз. Енді оңға ашқан кезде 4-ті теңдіктің сол жағына өткіземіз. Мынаны барлығын теңдіктің оң жағына өткіземіз. Енді осы 2 квадрат теңдеу шығарсақ, бізде есептің жауаптары шығады. Ал енді шекеттік бірінші 3x квадрат. Мынан жауаптарын алайық. Дискриминант 49 минус 4 көбейту 3 көбейту минус 4 болады. Асанның орнында минус 4. 49 қосу. Енді мына минус пен минус плюс болады. 12-ні 4 көбейтсе 48 болады. Яғни 48-ге 49-ды қоссақ, бізде 97 болады. Олай болатын болса, x1-міз минус 7 плюс түбірас 97 бөлген 2 көбейту 3-міз 6 болады. x2-міз минус 7 минус түбірас 97 бөлінген 6 болады. Бұл бізде бірінші x1 және x2-ге 2 жауабымыз. Енді мынау бізде мына квадрат теңдеу бізде осылай шықты. Енді мына квадрат теңдеудің өзін дискриминантын аламыз. 49 минус 4 көбейту 3 көбейту 4 12 48 жерден 1 қалады. x1 тең минус 7 болады. Минус 7 плюс минус x1 x2 бірден таба салайық. 1 болады, бөлінген 6 болады. Енді минус 7-де плюс 1 қоссақ, минус 6 болады. Минус 6-ны 6-ға бөлсек, минус 1 болады. Минус 8 болады, бөлінген 6, минус 4 бөлінген 3 болады. Ал екінші түрлерден минус 1 және минус 4-тен шығады екен. Сонда бізде осы ең соңғы жауап x1-міз минус 7 плюс түбірас 97 бөлінген 6, x2-міз минус 7 минус түбірас 97 бөлінген 6, x3-міз минус 1, x4-міз минус 4 бөлінген 3 болады екен. Бұл бізде төртінші есептің шығарылуы. Енді бесінші есепті шығарамыз. Бесінші есепті шығарамыз. Бесінші есеп бізде 2x квадрат минус 7x минус 5 тең 0.
енді оны біресе оң, біресе теріс қылышамыз, яғни модульді. Болатын болса, 2х квадрат минус 7х минус 5 тең 0 болады. Екіншісі минус 2х квадрат минус плюс 7х болады. Минус 5 тең 0. Осы 2 квадрат теңдеу шығамыз тең. Сол күйінше қалады. 2х квадрат минус 7х минус 5 тең 0. Енді мұнан бәрі минусқа көбейт жерсек, 2х квадрат минус 7х плюс 5 тең 0 болады. Енді жеке-жеке шығарайық. 2х квадрат минус 7х минус 5 тең 0 дегенде дискриминант 49 минус 4 көбейту 2 көбейту минус 5 болады. 49 енді 10 болады, 40 болады, плюс 40 болады. Онда ол бізде 89 болады. 49-ға 10, 49-ға 89 болады. x1, x2-міз минус болғанда 7 плюс минус түбірасты 89 бөлінген 4 болады. Яғни екі жауабымыз осылай шығады. Қалған екі жауапты көрейік қалай шығатын. 2х квадрат минус 7х плюс 5 тең 0. Дискриминант тең 49 минус 4 көбейту 2 көбейту 5 40 болады. 9 қалады. Ол бізде 3-дің квадраты. x1, x2, x3, x4-міз. Енді x1, x2-ні тауып қойдық. 7 плюс минус 3 бөлінген 4. 10, 14-ке бөлсек 5 бөлінген 2 болады. 4, 4-ке бөлсек 1 болады. Демек, 3-ші және 4-ші жауабымыз міне осылай болады. 2/5-те 1, ал 1-ші және 2-ші жауабымыз мына түрде болады. Бұл бізде 5-ші есеп. Енді 6-ші есеп шығарайық. 6-ші есеп тура осы есеп екен. 2х квадрат минус 7х плюс 5 екен бұл жерде тең 0. Енді 2х квадрат минус 7х-ті қалдырып, мына теңдің оң жағына минус 5-те өтсек, бұл есептің теңдеуі болмайды. Мына модульдің ішіне әрқашан оң сан теріс санға тең болмайды. Сондықтан оның жауабы жоқ. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.